ашар, тұсау кесер, одан кейін бесікке салу тобы деп 3 топқа бөліп бүгін сабақта бізде дұрыс аяғына жүрді. Енді балалар, еттістің түрлері. Енді қараңыздар, сұрақ қоямын. Бізде бұл жерде қазір бір ескерте кететін жағдай, сіздерде барлықтарыңыздың алдарыңызда мынандай бағалау тұр. Бұл жеке бағалау, әрқайсыларыңыз өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Мынау әрбір сұраққа жауап берген сайын, мынау бір-бір асықтың ішін бояп отырамыз. Одан кейін балалар, келесі тағы бізде арамызда бір топбасшымызды сайлайық. Ішінде топбасшысы өзі бағалап отырады. Мына жерге аты жөндерін және де қосымша балдарын. Енді балалар, бірінші сұрақ. Қай етіс түрі іс-қимылдың өздігінен орындалғанын білдіреді? Өздігінен орындалған, тексеріп көрейік. Бізге өте дұрыс. Айсұлу, бағалап отырыңыздар, жарайсың, керемет. Келесі сұрақ. Қолымызды көтереміз. Іс-әрекеттің қимыл иесіне тікелей қатыстылығын анықтайтын етіс түрі. Тікелей қатыстылығын. Басқа топтар. Тікелей. Тексеріп көрейік. Өзгеріп, жарайсың. Қасар бағалап отыр. Өзгелік етістің жұрнағы. Үшінші топ. Тұра қойды, сөйлеп. Аз, ажоқ, ан, эн, және де нан. Өзгелік. Ал өзгелік бар. Ын бізде ненің жұрнағы? Өзгелік. Ол өздік етістіктің. Өзгелік етістікі ғыз, қыз. Барғыз, келгі. Тексеріп көрейікші енді. Барғыз, гіз, өте дұрыс. Ары қарай кеттік. Жазыс сөзі қандай етіс тұлғасында? Жазыс. Жылдан қатаршы. Жазыс. Айсұлу, ортақ. Жазыс, ортақ. Өте керемет. Енді бет ашар. Көрдіңіз, келесі. Мына жерде еске салу рәсімін көріп тұрсыздар. Мына жерде енді балалар тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Жаңа сабақтың тақырыбы салт дәстүрлер деп ойлайсыздар, Тыңдаймыз. Қай халықты алсақ та оның мемлекеті, тұрмыс-тіршілігі, күнкөрісі, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері болады. Салт-дәстүр ол халықпен бірге жасасып, оның тарихында өшпестен қалдырады. Бірақ ұмыт болып бара жатқан ұлттық салт-дәстүрлерді бізде жоқ емес. Ендеше салтымыз санамызда мәңгілік жаңғырып тұру үшін дәстүрлер сөйлесін. Ерулік. Жаңадан көшіп келген адамдарға көршілерге арналған қонақасы. Ерулік жаңа көршілердің жақындастыруды көздейді. Жылқы еті, қаз-қарта, жал-жая мүшелері немесе қой еті сойылып, дастархан жайнайды. Қалау айту. Біреудің жақсы малына, біреуінде көмек еткен адам сол үйдің иесіне немесе әйеліне, баласына соған лайықты бағалы бір тарту әкеліп, әлгі дүниені, жануарды менің қалуым осы деп сұрайды. Кейде үй иесі мұндай сыйлы жөн жоралғысымен келген қонақтар өзі сөз салып, бұл үйден қалаған бір затың бар ма? Қалауыңызды айтыңыз деп сұрап, қалаған затын сыйлаған. Осындай келе салт-дәстүрлер әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі тұрғысынан ғұрыптарының жиынтығы. Енді балалар, бізде салт-дәстүр туралы кішкене енді балалар, бұл қазақтың салт-дәстүрлері бізде әрбір үйде біздің емізген ұлттық құндылығымызға айналып келеді. Осы салт-дәстүрлерімізді біздің отбасы балалар бірігіп жасаймыз, бірігіп. Топтық жұмыс біргеміз. Теңіздер. Теңіздер, бастаймыз. Бірінші топ. Сіздерде қандай салт-дәстүр бет ашар? Қандай салт-дәстүр жабысқан жоқ? Сәл былай ұстап тұрайық та болды.
жайлап бастаңыздар. Беташар ол қандай да отбасыға келгеннен кейін жасалатын салт-дәстүр. Тағы келін келді не дейді үйге? Құт береке келді деп жатады, иә? Бұл жаңа келіннің неге бүкіл ауыл қоныстарына таныстыру деп айтайық, иә? Солай ма? Жарайсыздар, отырамыз. Келесіз көп келіңіздер. Бізде бұл тұсау кесу бұл жерде апа, яғни бұл жерде әжеміз баланың басқа біреудің алажыбын аттамасын деген жақсы ырыммен баланың тұсауын алажыппен орап және де оны кеседі. Бұны жай ғана адамдар кесе бермейді. Елге еңбек сіңген адамдар баланың тұсауын кеседі. Елге еңбек және де сол адамға ұқсасын деген ниетпен не істейміз? Баланың жолы ашық болсын деген ниетпен біз баланың тұсауын кеседі екенбіз. Жарайсыздар, отырамыз. Бесікке салу дегеніміз ол, яғни айтқандай жаңадан туған баланы бесікке салып, оның кіндігі кесілгеннен кейін оны бесікке салып, оны жылымен орау керек, өйткені оның кіндігі жаурап қалмау үшін. Екізі қазақтар айтады, осы бесікке салған кезде баланың өзінің бойы да өседі, және де қисық өсіп кетпейді, аяғы да түзу өсе бастайды дейді. Дұрыс, жарайсыздар. Және де қолы тіп-тіке жатқан айы бала көбінде шошымайды, жұбатуға оңайырақ болады, иә? Жарайды, отырамыз. Бұл жерде біздің грамматикалық тақырыбымыз бізде үстеу екен. Үстеу дегеніміз не, балалар? Үстеу дегеніміз қимылдың түрлі белгілерін білдіреді. Мысалы, некенін, мезгілін, сипатын, және де мөлшерін, амалын білдіріп тұрады. Үстеулер екіге бөлінеді. Тұлғасына қарай, және де құрамына қарай. Құрамына қарай бізде дара үстеу, және де күрделі түбірден тұрады. Бір ғана түбірден. Ал күрделі үстеу дегеніміз кемінде екі сөзден, немесе біріккен сөздерден, немесе сөз тіркестерінен тұрады. Енді тұлғасына қарай бізде негізгі үстеу дедік, және де туынды үстеу дедік. Бұл жерде бізде дара үстеу тұлғасына қарай бөлінеді. Енді бірінші негізгі үстеу дегеніміз не? Бөлшектеуге келмейтін төл үстеу. Оны біз бөлшектеуге келмейді екен. Мысалы, ертең, бұрын деген сияқты сөздер. Ал туынды сөздер дегеніміз жұрнақ жасау арқылы жаңа сөздің немесе туындауына байланысты пайда болған сөздер. Бірге, зорға, балаша деген. Енді балалар тағы да бір ескере кететін жағдай, үстеу бізде көбінесе сөйлем мүшелеріне талдаған кезде пысықтауыштың рөлін атқарады екен. Түсінікті қоямыз. Енді балалар сіздерге кішкене бейне көрсетілімнен көрген оңайырақ болады ғой, сол себептен үстеу туралы тағы да бір жарым минут. Жасөспірім, сіздің ынтаңыздың жоғары екендігіне сенімдімін. Осы сабақтағы үстеу туралы анықтамаларды, ережелерді толық меңгеруіңізге тілектеспін. Тапсырмаларды аса бір қызығушылықпен орындайсыз деп ойлаймын. Әр тақырыптың өзіндік құпиясы, ерекшелігі, қиындығы болады. Соны ашып, ұғынып, жеңе білесіз деп сенемін. Сәттілік сізге, жас дос. Бүгін таңертең сана түсен қайрат аттарына мініп, бір талай жерді шарлап шықты. Ілгері жүрген сайын жүрістері ақырын, әжептеуір шаршағаны білінеді. Ауылға босқан қайтпас үшін түлкінің ізіне түсті. Жазды күні бір уақыт атқа мініп қыдырып, жер шалғынға не жетсін. Осы мәлімнен іс-әрекеттің жай-күйін, мекенін, мезгілін, мөлшерін, сын қимылын, мақсатын, себеп-салдарын білдіретін сөздерге қашан, қаншама, қайда, қайтып, қанша, қалай деген сұрақтар қойып анықтап алайық. Бүгін таңертең қашан мезгілін білдіреді, бірталай, қаншама, мөлшерін білдіреді, ілгері, қайда, мекенін білдіреді, ақырын, қалай, сын қимылын білдіреді, әжептеу, қанша, мөлшерін білдіреді, бостан босқа, қалай, себеп салдарын білдіреді, жазды күні, қашан, мезгілін білдіреді. Мәтінде талдаудан шыққан қорытындыны ереже түрінде өзіңіз жазып, батырмадағы жауабымен салыстырыңыз. Іс-әрекеттің жай-күйін, мекенін, мезгілін, мөлшерін, сын қимылын, мақсатын, себеп салдарын білдіретін
қашан, қаншама, қайда, қайтып, қанша, қалай, тағы басқа сұрақтарға жауап беретін сөздер істеу деп аталады. Түсіндік қоя балалар, иә? Бізде енді балалар кітап берілген үстеулер бар. Сол үстеулерді біз бөліп жазуымыз керек. Бірінші топқа қалай деген сұрақты аламыз. Бірінші топ қалай, екінші топ қашан жазылыңыздар. Үшінші топ қайда кітапты аламыз. Қалай деген сұраққа мына жерде берілген үстеулерді сұрақ қою арқылы тиісті бағанға жазайықшы. Кәне. Қалай? Бірте жаз. Бірте. Қалай келді? Бірте. Үтір. Үтір. Ары қарай. Қалай? Ақырын. Жарайсың. Ақырын. Қашан? Ерсұлтан? Бағана. Одан кейін жалғасынан тағы да бір сөз қалды. Айсұлу? Шапшаң. Кәусар, мына жаққа қазір келе бер, иә? Сендерде қандай сұрақ? Қайда деген сөз? Кеше, жарайсың. Өте дұрыс. Болды, иә? Болды ма? Болды. 4 сөз еттің, иә? Қайда? Артта. Жарайсың. Кәусар. Қайда? Осында. Дұрыс, жарайсың. Қандай? Қайда? Сыртта. Дұрыс, өте дұрыс. Осы бізде 3 үстеу болатын. Дұрыс, жарайсыңдар. Өте керемет. Балалар, күрделі үстеу, туынды үстеу, және де негізгі үстеулерге бізде негізгі түбір үстеуі, туынды түбір үстеуі, және де күрделі үстеулер берілген. Бірінші топ негізгі түбір үстеулеріне егер де мына жерде мен кітаптарымды бірден мына кестеге орналастырып қойған болатын, иә? Бізге күрделі үстеулер берген. Кәнеки тексереміз. Қайсысы? ілгері кейінді, күні бойы және емін-еркін, жазды күні ала жаздай. Тағы да бізде бір үстеу қалып кеткен сияқты. Қалай ойлайсыздар? Жоқ, күрделі үстеуден. Таң, ертең. Таң және де ертең деген екі сөздің несінен бірігуінен жасалған үстеу болатын. Жарайсың, Нұрсәуле, отыра ғой. Екінші топ үстеуі. Атаңыз. Зорға, кеше, бұрын, бекер, жоғары. Бекер, жоғары. Дұрыс па? Я? Дұрыс. Бекер, жоғары, бұрын, туынды түбір үстеуі. Қыранша дейді. Дұрыс па? Қыранша, балаша. Дұрыс. Одан кейін? Осы екі дұрыс жауап бар екен сіздерде. Екі дұрыс жауап бар екен. Сіздер ғана бесік той, тұсау етсек сүннет той, ай, шіркін ай. Одан түсірсіңға салып Бесінші тапсырма. Қандай үстеулер бар бізде? Кешегі. Күні бойғы күрделі үстеу болады. Күні бойы. Бізде тек қана үстеулерді табыңдар деп берілген, бірақ бізде не істеді?
керек. Кім келеді? Бар, неге тағы? Болды ма? Туынды істеуді белгілеңіз. Қайсы мына жерде бізде туынды істеу кім жауап береді? Балаша, Нұрсәуле. Бізде бауырсағымыз пісті, жарайсың, өте дұрыс. Егер де қате жауап болған кезде бізде бауырсағымыз күйіп кетер еді, балалар. Істеу дегеніміз не, балалар? Кім жауап береді? Қимылын мезгілін және де уақыт себебі. Иә, дұрыс. Енді бірігу арқылы дұрыс жарайсың, Кәусар, дұрыс. Бірігу арқылы жасалған күрделі істеу мына жерде. Бірігу арқылы қайсысын берген енді? Едігарын тексеріп көрейік, иә? Бізде? Келесі сұрақ, тыныш. Дұрыс екен, балалар, бауырсағымыз пісті. Неге тапсырманы ашмайды ғой? 6-шы тапсырма неге, иә? Енді мына жақта қараңыз. Жылдам қоямыз, бір секунд баланы шығарып.